Математика пәні тақырыбы тиісті және тиісті емес белгілері. Жиын 54-ші сабақ. Математикада қасиеттері, белгілері ортақ нысандар тобы жиі қарастырылады. Ондай нысандар тобын жиын деп атайды. Жиынды құрайтын нысандарды оның элементтері дейміз. Мысалы, алдымызда тұрған жиынға назар аударайық. Мұның элементтері бізде ұшақ, көбелек, тотығыз, көгершін, торғай. Бұлардың ортақ қасиеті қандай деп ойлайсыңдар? Дұрыс, бұлар ұшу біледі. Және олардың қанаттары бар. Жиынды бейнелеу үшін Эйлер-Вен диаграммасы деп аталатын сызба қолданылады. Бұл ішіне жиын элементтері орналасқан дөңгелек. Жиынды латын әліпбиінің бас әрпімен белгілейді. Мысалы, А жиыны, Б жиыны деп. Ал элементтерін латынның кіші әріптерімен белгілейді. Суретте берілген жиынның атауы қандай деп ойлайсың? Дұрыс, бұл екі таңбалы сандар жиыны. Бұл жиынның элементтері тік төртбұрыштен құралған. Сондықтан бұл жиын тік төртбұрыш жиыны деп аталады. Қандай да бір элементтердің жиынға тиісті немесе тиісті емес екенін көрсету үшін арнайы белгілер қолданылады. Мысалы, тік төртбұрыштар жиынында бір элемент артық, яғни тиісті емес. Ол қайсысы деп ойлайсың? Дұрыс, ол үшбұрыш, яғни В элементі. В элементі А жиынына тиісті емес. Ал енді тиісті элементті қарастырайық. Бұл жерде С элементі А жиынына тиісті деп жазылады. Тиісті және тиісті емес белгілерінің жазылуын есіңе сақтап ал. Желтоқсанның 10-ы. Үшінші есеп 51-ші бет. Әр жиынға атау бер. Бейнеленген жиын элементтерін сөзбен жаз. Енді өзің дәптеріңе диаграмма сызып, жиын ойластыр. Оған тиісті элементтерін суретін сал немесе жаз. Төртінші есеп 51-ші бет. Баған түрінде есепте.